Баяғы бір заманда бір ауылда шал мен кемпір өмір сүріпті. Олардың кішкентай, бірақ өте әдемі бақшасы болыпты. Бір күні шал бақшаға шалқанның тұқымын отырғызады. Күн өтеді, жаңбыр жауады, күн жылынады. Сөйтіп әлгі шалқан өседі ақыры ол үлкен алып шалқанға айналады. Bir күні шал, ал шалқанды жұлып алайын, дейді. Шал шалқаннан ұстап тартады, бірақ шалқан шықпайды. Шал көмекке кемпірін шақырады. Кемпір шалдан ұстайды, шал шалқаннан ұстайды. Екеуі бірге тартады, бірақ шалқан шықпайды. Кемпір немере қызын шақырады. Қыз кемпірден ұстайды. Үшеуі бірге тартады, бірақ шалқан шықпайды. Қыз итін шақырады. Ит қыздың етегінен ұстайды. Төртеуі бірге тартады, бірақ шалқан шықпайды. Ит мысықты шақырады. Мысық иттің құйрығынан ұстайды. Бесеуі тартады, бірақ шалқан тағы шықпайды. Сонда мысық кішкентай тышқанды шақырады. Тышқан мысықтың құйрығынан ұстайды. Барлығы бірге тартады, тағы тартады, сосын бақыт. Шалқан жерден жолынып шығып, бәрі жерге домалап құлапты. Содан кейін олар күліп, үлкен шалқаннан дәмді тамақ жасап, бәрі бірге қуаныпты. Міне, балалар, бірге істеген жұмыс әрқашан жеңіл.